Америка мен Еуропа соғысса, кім жеңеді? Егер ертең таңертең әлем ең күтпеген жаңалықпен оянса ше, Америка мен Еуропа бір-біріне қарсы соғыс жариялады. Бұл мүмкін емес сияқты көрінеді. Себебі олар ондаған жыл бойы одақтас бір лагерде болды. Бірақ елестетіп көр, саясат өзгерді, сенім жоғалды, және кеше ғана бірге тұрған державалар енді қарсы жақта. Сонда кім жеңеді? Алдымен Америка. Бұл тек мемлекет емес, бұл әскери машина. Әлемдегі ең үлкен әскери бюджет, ең озық технологиялар, мыңдаған ұшақтар, жүздеген әскери базалар. Олардың армиясы тек санмен емес, сапамен де басым. Жасанды интеллект, спутниктік бақылау, дрондар бәрі бір жүйеге біріктірілген. Америка соғысты алыстан жүргізе алады. Олар қарсыласын көрмей-ақ әлсіретеді. Америка армиясы шамамен 1.300.000 белсенді әскери қызметкерден тұрады. Қорғаныс бюджеті жылына $800 миллиард асады. Әскери ұшақтар саны 13.000-нан жоғары. Әскери теңіз флоты әлемдегі ең қуатты, оның ішінде 10-нан аса әуе тасымалдаушы кеме бар. Ал енді Еуропа. Көп адам оны әлсіз көреді. Бірақ бұл үлкен қателік. Еуропа бұл ондаған дамыған мемлекеттердің біріккен күші. Германияның өндірісі, Францияның әскері, Ұлыбританияның барлау жүйесі бәрі бірге жұмыс істесе, бұл алып күшке айналады. Еуропа соғысты өз территориясында жүргізсе, олар география жағынан үлкен артықшылыққа ие болады. Әр қала бекініс, әр жол стратегия. Еуропа елдерінің жалпы әскері 2 миллионға жуық. Қорғанысқа бөлінетін қаржы жылына шамамен $350-400 миллиард арасында. Ұшақтар саны 7-8 мың шамасында. Әскери теңіз күштері де қуатты, бірақ Америкамен салыстырғанда әлсіздеу. Бірақ ең қызығы, бұл соғыс тек қарумен шешілмейді. Америкада энергия, технология және жаһандық ықпал бар. Олар әлемдік қаржы жүйесін бақылауға жақын. Егер соғыс басталса, олар қарсыласын тек әскери емес, экономикалық тұрғыдан да тұншықтыра алады. Еуропаның артықшылығы жақындық пен тұрақтылық. Олардың инфрақұрылымы тығыз, халық саны үлкен және бір-біріне тәуелді экономикасы бар. Олар ұзақ соғысқа төтеп бере алады. Ал енді шындыққа жақындайық. Егер бұл қысқа жылдам соғыс болса, Америка жеңуі мүмкін. Себебі олардың соққысы тез, дәл және жойқын. Ал егер соғыс ұзаққа созылса, Еуропаның мүмкіндігі артады. Олар қорғаныста мықты және өз жерінде соғысу әрқашан артықшылық береді. Бірақ ең маңызды нәрсе бар. Бұл соғыста нақты жеңімпаз болмайды. Себебі Америка мен Еуропа бұл тек екі күш емес. Бұл бүкіл әлемдік жүйенің тірегі. Олар соғысса, экономика құлайды, сауда тоқтайды, әлемдік тәртіп күйрейді. Яғни, бұл сұрақтың ең шынайы жауабы. Егер Америка мен Еуропа соғысса, бәрі жеңіледі. Сондықтан мұндай сценарий тек теория. Бірақ ол бізге бір нәрсені түсіндіреді. Әлемдегі ең үлкен күш – одақ. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.